Баршаңызға қайырлы күн. Саламатсыздар, құрметті менің көрермендерім. Бүгін біз сіздермен 144-ші сабақ талқылайтын боламыз. Бұл жерде ақиқат немесе жалған пікірлер құру. Жалпы пікір деген не? Ақиқат пікір, жалған пікір деген не? Соған тоқталатын боламыз. Пікір ол адамның айтайын деген ойы, өзінің сана сезімі. Ал енді осы пікірлер қандай болады? Мына сөйлемдердің қайсы пікір болып табылады дейді бірінші тапсырмада. Қандай шуақты күн? Бұл көңіл күйді білдіріп тұр. Сондықтан бұл пікірге жатпайды. 102 мен 4 сандарының көбейтіндісі 408-ге тең. Әрине бұл пікір, оның ойы. Сіз табиғат аясында демалуды ұнатасыз ба? Бұл сұраулы сөйлем, сұрақ қойып тұр. Ол пікір емес, біреуден жауап алу мақсатында айтылып тұрғандықтан пікірге жатпайды. Астана, Қазақстан Республикасының бас қаласы. Әрине бұл пікір. 8 жұпсан, бұл да пікірге жатады. Ай, жер серігі, бұл да пікірге жатады. 3 және 5 сандарының қосындысы 8-ге тең. Әрине, бұлар пікір болып табылады. Сіз театрға бардыңыз ба? Бұл жауап алу мақсатында болғандықтан пікірге жатпайды. Өтінемін, маған кітапты алып келіңізші. Бұл енді өтініш ретінде айтылып тұрғандықтан бұл да пікірге саналмайды. Міне осы тақырып тапсырма арқылы біз қайсы пікір емес екенін анықтап алдық. Енді осы пікірлер ақиқат не жалған болады. Ақиқат деген ол шын болған жағдайда ақиқат пікір болады. Пікір өтірік болса, онда ол жалған пікір болып шығады. Мына екінші мысалдағы нұсқаларға қарайық. Табиғат аясында демалғаннан кейін қоқыс заттарды шашып кетуге болады дейді. Бұл әрине жалған пікір. Болмайды шашып кетуге. Бөлігінде. Табиғат аясында демалғанда спорттық ойындар ұйымдастыруға болмайды. Бұл да жалған пікірге жатады. Спорттық ойындар ұйымдастыруға әрине болады. Табиғат аясында демалғанда домбырамен ән салуға болады. Бұл ақиқат пікір. Табиғат аясында демалғанда суға түсуге болмайды. Бұны жалған пікірге жатқызуға болады, өйткені демалған кезде суға түсуге болады. Табиғат аясында демалғаннан кейін жаққан отты сөндіру қажет емес. Бұл жалған пікір. Міндетті түрде отты сөндіріп кету керек. Д бөлігінде табиғат аясында демалғанда балық аулауға болады. Әрине болады, бұл ақиқат. Табиғат аясында демалғанда суретке түсуге болмайды. Суретке түсуге болады, сондықтан бұны жалған пікірге жатқызамыз. Ж. Табиғат аясында демалғанда атпен серуендеуге болады. Ақиқат пікір. Табиғат аясында демалғанда қайықпен серуендеуге болмайды. Егер су бар болатын болса, әрине болады. Су бар болған жағдайда, қайық болған жағдайда, онда бұл жалған пікір болар еді. Үшінші есеп, суретке қара. Мінекей бізде сурет берілген. Пікірлердің ақиқат жалған екенін анықтаймыз. Суретте табиғат аясындағы демалыс бейнеленген. Бұл пікір ақиқат. Суретте отбасының ас үйде тамақтану бейнеленген. Бұл жалған пікір. Суретте қыс мезгіліндегі отбасылық демалыс бейнеленген. Әрине бұл жалған пікір. Табиғат аясындағы отбасылық демалыс бейнеленген. Бұл ақиқат пікірге жатады. Енді сурет бойынша ақиқат не жалған пікірлер өзіңнің осындай ақиқат не жалған пікірлер құрастыра беруіңе болады. Төртінші есеп, Сырым мен Әлия топтағы оқушылардан табиғат аясында қалай демалғанды ұнататындарын сұрады. Олардың жауабын кестеге түсірді. Кестені пайдаланып, ақиқат немесе жалған пікірлер құрастыр дейді. Тауға шығу, атпен серуендеу, жидек теру, суға түсу, балық аулау, гүл теру, қайықпен серуендеу. Енді бірінші Айшаға тоқталайық. Мына балалар табиғат аясында серуендеген балалар екен. Енді бірінші Айшаға тоқталайық. Әуелі Айшаға қатысты ақиқат пікірлер құрастырамыз. Айша тауға шығуды, атпен жидек теруді және қайықпен серуендеуді ұнатады. Бұл ақиқат пікір болып шықты. Өйткені қосу плюс таңбасы қойылған. Енді Айшаға қатысты жалған пікір құрастырып көрейік. Айша тауға шығуды, жидек теруді, қайықпен серуендеуді ұнатпайды дейтін болсақ, теріс пікір айтатын болсақ, онда ол жалған пікір болар еді. Бұл жерден тағы бір пікір шығаруға болады. Айша атпен серуендеуді ұнатпайды.
бұл ақиқат пікір болады. Ол суға түсуді, балық аулауды ұнатпайды десек, онда ақиқат пікір болар еді. Ал ұнатады десек, қосу таңбасы тұрмағандықтан, ол жалған пікір болады. Міне осындай ретпен Жандос туралы, Кәусар, Ержан, Айман, Сұлтан, Әмина туралы жалған немесе ақиқат пікірлер құрастыруға болады. Ол үшін біз қосу таңбаларын пайдаланамыз. Алғашқы 4 тапсырма бізде ақиқат және жалған пікірге байланысты ауызша тапсырмалар болды. Ендігі тапсырмалар бізде есептеуге байланысты беріледі. 5-ші мысалда көбейтінділерді көбейткіштердің квадраты немесе кубына айналдырып, өрнектердің мәнін есепте. 7-ні өз-өзіне 3 рет көбейткенде, оны 7-нің кубымен алмастыруға болады. Ал 7-нің кубы бізде 343-ге тең. 10-ды 2 рет көбейткенде, 10-ның квадраты шығады, ол 100-ге тең. 8-ді өз-өзіне 3 рет көбейткенде, 8-дің кубы 512-ге тең. 4-дің квадраты 16-ға тең. 9-ды 3 рет көбейткенде 9-ның кубымен алмастыруға болады. Оны есептесек 729 шығады екен. 20-ны 2 рет көбейткенде 20-ның квадраты ол 400-ге тең. Енді осыған сәйкес ә бөлігінде берілген, ол жерде керісінше көбейткіштерді квадратпен немесе кубпен алмастыру керек. Сөйтіп есептеу керек. Өзі кубпен квадратпен берілген, соны алмастыру керек. Мінекей бірінші бағанда 7-нің кубы жаңағы а бөлігінде болған, бізде 7-нің кубын 7-ні 3 рет көбейтумен алмастырып, оған 457-ні қосамыз. 7-нің кубы деген бізде 343 шыққан, оған 457 қоссақ 800-ге тең болды мәні. 10-ның квадраты. 10-ның квадраты деген 10-ды 2 рет көбейту, ол бізде 100 шықты. 100-ге мына санды қосқанда 771. 8-дің кубы бізде 512 шыққан болатын, одан 85-ті азайтқанда 427 шықты. Келесі бағанда тура сондай. Осылай есептеп шығаруға болады. Келесі 6-шы есептерді шығару керек. А бөлігіне тоқталайық. Табиғат аясында демалушыларға арнап спорттық ойындар ұйымдастырылды. 36 адам волейбол ойнауға, одан 2 есе артық адам футбол ойнауға қатысты. Волейбол мен футбол ойнауға қанша адам қатысса, сонша адам эстафеталық ойындарға қатысты. Спорттық ойындарға барлығы неше адам қатысты. Есептің шарты бойынша барлық адам санын табуымыз керек. Барлық адам санын табу үшін волейбол, футбол және эстафетаға қатысқан адамдар санын қосуымыз керек. Бізде тек қана волейбол белгілі. Ендеше әуелі бірінші футболды тауып алайық. Ол 2 есе артық. 36-тан 2 есе артық болса, бірінші 36-ны 2-ге көбейтеміз. Сонда бізде 72 адам шығады. Бұл футболға қатысқан адам. Волейболымыз 36 болса, футболға қатысқан 72 болса, осы екеуіне қанша болса, соншасы эстафетаға қатысты. Демек, біз эстафетаны осы екеуін қосу арқылы тауып аламыз. 36-ға 72-ні қосамыз. Сонда бізде шығады 108 адам. 108 адам эстафетаға қатысты. Міне бізде 3 спорт түріне қатысқан адам саны белгілі болды. Енді барлығын табу үшін осы үшеуін қосамыз. 36-ны, 72-ні, 108-ді. 36 волейболға қатысты, 72 футболға қатысты, 108 эстафетаға қатысты. Мына жерден 108 шығады. 108-ге 108 қоссақ 216 адам барлық спорт түріне қатысып шыққан. Ә бөлігінде табиғат аясындағы демалыс орталығында 250 адам демалып жүр. Олардың 86-сы тауға өрмелеумен, одан 2 есе кем адам атпен серуендеді, ал қалғаны тауға жаяу шықты. Неше адам тауға жаяу шықты? Есептің шарты бойынша бізде барлық адам саны белгілі және тауға өрмелегендердің саны белгілі. Енді біз атпен серуендеген адамды табуымыз керек. Ол үшін 2 есе кем десе 86-ны 2-ге бөлеміз.
43 адам атпен серуендеген болып шықты. Енді 250 адамның 86-сы тауға өрмелесе, оның 43-і атпен серуендеген болса, қалғаны жаяу шықты. Осы қалғанын табу үшін біз 250-ден мына екі белгіліні алып тастауымыз керек. Тауға өрмелегендер мен атпен серуендегендер екеуін қосамыз. Сөйтіп, одан оны 250-ден алып тастаған кезде бізде мына жерде 129 шығады. 250-ден 129 алып тастағанда 121 адам тауға жаяу шықты болып шықты. Жетінші есепте теңдеулер берілген екен. Екі теңдеу, осы теңдеулерді шешіп көрейік. Бұл жерде ықшамдайтын жерлеріміз бар. Бірінші теңдеуде мына жердің айырмасын тауып ықшамдауға болады. Жақшаның ішіндегі санның көбейтіндісін тауып ықшамдап қарапайым теңдеуге айналдырамыз. Ал қарапайым теңдеуді әдеттегіше шешеміз. 96-ны 24-ке бөлгенде біздің x деген белгісіз санымыз 4-ке тең болды. Ары қарай тексеріп шығаруға болады. Мына жерде де тура сондай. Жақшаның ішіндегіні көбейтіндіні ықшамдап 35 деп, теңдіктің оң жағындағы амалды орындап бөлу 2-ке тең деп алсақ, бізде осындай қарапайым теңдеу шығады. Оны көбейту арқылы табамыз, шешеміз, сонда y-тің мәні 70-ке тең. Мына жерге 70-ті қойып, теңдеуді ары қарай тексеруге болады. Соңғы тапсырма 8-ші мысал. Бұл жерде зерттеушілік немесе логикалық тапсырма деп айтуға да болады. Қорапта 7 шар бар, олардың 3-еуі көк және 4-еуі қызыл. Қорапқа қарамай тұрып, арасында кем дегенде бір қызыл шар болу үшін одан неше шар алу қажет? Мінеки шарларымыз бар. 2 шар ала алмаймыз, өйткені ол 2 шардың екеуі де көк, немесе екеуі де қызыл болып қалуы мүмкін. Немесе бір көк, бір қызыл болуы мүмкін. Әртүрлі нұсқа шығып қалады. 3 шар ала алмаймыз. 3 шардың 3-еуі де көк болып қалуы мүмкін, 3-еуі де қызыл болып қалуы мүмкін. Немесе 2 көк, 1 қызыл, немесе 2 қызыл, 1 көк болуы мүмкін. Бізде айтады, кемінде 1-еуі қызыл болу керек. Онда біз қанша шар ала аламыз дейді. Біз кем дегенде 4 шар ала аламыз. Оның 4-еуі де қызыл болуы мүмкін. Демек, ішінде қызыл шар бар. Немесе 3-еуі көк, 1-еуі қызыл болуы мүмкін. Немесе 2 көк, 2 қызыл болуы мүмкін. Бізге әйтеуір ішінде бір қызыл шар болу керек. Сонда біз бір рет алғанда мүмкін 3 көк шар, 1 қызыл шар алуымыз мүмкін. Сонда біз кем дегенде 4 шар алуға тиіспіз. Мына есеп шықты. Құрметті менің көрермендерім, видеоның соңына дейін көрген болсаңыз, сізге немесе сіздің балаңызға пайдалы деп есептесеңіз, менің контентімді қолдап, лайк басып, комментарий жазып, қоңырау жанында басып қоюды ұмытпаңыз.